Сәлем қыздар, бүгін біздер кешкі асқа өте дәмді әрі ерекше отбасыларыңызға ұнайтын дәмді тағам әзірлейтін боламыз. Олай болса, бәріміз бірге әзірлейік. Осылай ең алдымен керек қажет заттарыңызды дайындап алыңыздар. Мен қабырғадан жасадым. Қарапайым еттен де жасауға болады. Осылай қызып тұрған майымыздың үстіне егер картошкаларыңыз кішкентай болса, онда осылай сала беріңіздер. Ал мықты үлкен болған жағдайда ортасынан кесіп, осылай қызып тұрған майға, біздің май өте көп мөлшерде болуы керек. Осылай қызара бастағанда жайлап бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Осы қызып тұрған майымызға үстіне морковымызды, яғни сәбізімізді салып, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Біздің картошкамыз және де сәбізіміз дайын. Енді етімізді саламыз. Менде қабырғаларды салып, осылай қызарғанша араластырып, тұз және дәміне қарай дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Осылай салып, барлығын бір араластырып, қызғаннан соң қызарып салып алатын боламыз бөлек тарелкаға или ыдысқа. Етімізді алып алғаннан соң ішіндегі майды азайтып, сұйық майымызды азайтып, үстіне жуамызды және сарымсағымызды және де бұрышымызды салып, осылай араластырамыз. Кейін жаңағы майда қуырылған өзіміздің етімізді, оның үстіне картоп және де сәбізімізді салып, мен картошкалар піскеннен кейін үстіне осылай шым-шым тұз септім. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Осылай барлығын салып, кейін үстіне бір стакан су құйып, қазанның бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Біздің дәмді тамағымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Барлықтарыңызға ас болсын.